Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге мохито жасайтын боламыз. Құрамына ең қажетті бізде сироп кивиден жасалған, немесе басқа да түрлері бар. Менде кивидің сироп бар болған соң соны пайдаландым. Және бір дана апельсин, бір дана лимон және де 5-6 штук мята жапырақтары және сарыағаш қажет болады. Ең алдымен апельсинімізді алып, екіге бөліп, оны видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Дөңгелек етіп турап алсаңыздар да болады, пішіні қатты маңызды емес. Қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Келесі дайын болған апельсинімізді графинге, яғни ыдысымызға салып аламыз да, оның үстінен жаңағы 5-6 дана миятамызды жуып тазалап ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте біз лимонды турап салатын боламыз. Лимонды да дәл осылай немесе дөңгелек пішінде етіп турап алсаңыздар да болады. Келесі кезекте біз сусын ретінде сарыағаш сусын құйған болатынбыз. Көбінесе басқалар спрайт сусынымен жасайды, ал мен сарыағаш сусынымен жасап көрген болатынмын. Дәмі өте керемет болып шығады. Келесі кезекте мен осындай кивидің сиропын қосқан болатынмын. Хош иіс беру үшін және де түсіне рең беру үшін. Сіздер де осындай сироп қолдансаңыздар да болады. Келесі кезекте барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сол кезде барлығы араласқан кезде осындай жасыл реңге боялады. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай түсі осындай түс болады. Салқын жаз мезгілінде ішсеңіздер салқындатып шөліңізді басатын нағыз керемет сусын. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Менің парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.